Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай әрі қонақ күткенде дастарханымыздың көркін келтіретін осындай шоколадты кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге су, ұн, сұйық май, жұмыртқа, қант, разрыхлитель және де ванилин мен Рахат фирмасының какаосы қажет болады. Ендеше бісміллә деп бастайық. Ең әуелі құрғақ ыдысымызға осылай алдын ала дайындалған 4 жұмыртқамызды және де қантымызды салып, осылай миксеріміздің көмегімен 2 есе ұлғайғанша жылдамдығын арттыра отырып миксерлеп дайындап алатын боламыз. Неғұрлым көп миксерлесек, соғұрлым біздің кекстеріміздің арасы өте керемет болып пісетін болады. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық суымыздың үстіне 2 қасық какаомызды салып, осылай қасығымыздың көмегімен ешқандай түйіршік қалдырмай, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз да, алдын ала дайындап алған жұмыртқа мен қанттан жасалған массамыздың үстіне осылай құйып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін үстіне шамалы шым-шым тұзымызды және де алдын ала дайындап алған сұйық майымызды да құйып, тағы да миксеріміздің көмегімен біркелкі болғанша миксерлеп дайындап алатын боламыз. Ендігі кезекте құрғақ қоспаларына кірісеміз. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне өз қалауларыңызша ванилин және де қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосып, қасығымыздың көмегімен барлығы біркелкі араласқанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін алдын ала дайындап алған массамыздың үстіне 3 немесе 4 бөлікке бөле отырып, ұнымызды массамыздың үстіне салып аламыз. Бірден салмаймыз, шетінен осылай 3 бөлікке бөліп миксерлейтін боламыз. Ендігі кезекте осылай барлығын араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындап алған капсулаға салып шығатын боламыз. Достар, егер рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, дәл осылай дайындап алған капсулаларымызға біз массамызды құйып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште осылай капсулаларымызға салып алғаннан кейін 180 градуста 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Менің әрбір салған видеомды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, және де қасындағы қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің әрбір салған видеом бірінші сізге көрінетін болады. Міне, біздің өте керемет болып шыққан шоколадты кекстеріміз дайын. Ендігі кезекте осылай өз қалауларыңызша кекстеріміздің бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп әсемдеп шықсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Дәл осы рецепт түрімен сіздерге жасап көріңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.